магазин күшті өлтіріп істеп жатсың ғой. Қарызға жоқ ештеңке. Қарыз қалайын деп жатқан жоқпыз. Айналайын шүкір, ақшамыз бар, жетеді. Просто жұмыс істеп табу керек па соны? Қойш, өмір алдапсыңдап алып кетесіңдер. Мына қарыз дәптердің бәрі сенің атыңмен толды ғой. Дәптер көп қой үйде, біреуін алып кетіп берейін ба? Неға мен сен дәптеріңді? Ақшамды әкеп берші. Мә, қайтарып береміз, не болды сонша? Айтпақшы ана, көрші Ұлжан магазиніне барғам ғой. Ішіне кірсем, вообще ассорти жоқ қой. Ой, сорлы. Орысша сөйлемей қойшы сен. Ассортимент десей? Айтпақшы, автобуста ауылдың қатындарымен қайтып келе жатыр ғой, бәріміз ше. Күшті, бәрі сен магазинін мақтап қой. Майра магазины күшті, ішінде бүкіл заттар свежий. Шофер ағаға дейін штучный темекі береді деп. Қойш. Мұха болды ма? Қасында Мұха отырып, тура қасында отырды ғой менің. Қойшы. Маған Майра, Майраға ұқсайсың деді. Мен Майра сияқты әдемі емеспін ғой деген. Айтшы ма? Жоқ, соның бәрін айтып отыр ғой. Айтшы, не аласың, бош тезірек келіп қалады өзге. нәрсе алмаймын ба? Бағана бриниден бер, нампанынан май бер, кішкене сүт, қаймақ, айран, мына жерден ана рулеттен берсең, кішкене овощ фрукт алсам болды өзі. Өзі де сол бір айға жеткілікті продукт алып жатсың ғой. Сол бір ай келмеймін ғой сол. Мұхан екеуің негізі жүріп жатсыңдар ма сендер? Құсы, саған өсек болса болды, алатын алып ғой, кетті ме? Негізі күшті жарысасыңдар екеуің ше. Келеді қазір ол. Білеме.